Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге ерекше бір тағам әзірлейміз. Бұл керемет оңай әрі жылдам жасалатын тағам үшін сіздерге тек күнделікті қолданып жүрген азық-түліктеріңіз ғана қажет. Олай болса, іске кірісейік. Ең алдымен картоптарымызды қабығымен бірге суда пісіріп аламыз. Қабығы ашылған картоптарымыздан пюре жасаймыз. Картоптарды жақсылап езіңіздер, ішінде кесектер қалып қалмасын. Пюремізді суытуға қалдырып қоямыз, біраз уақыт суысын. Оған дейін біз ішінің салмасын жасаймыз. Қазанымызды пешке қоямыз. 40 мл сұйық майымызды құйып, майы қызғанға дейін күтеміз де пиязымызды қосамыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін теркадан өткізілген сәбізімізді қосамыз. Сәбізіміз бен пиязымыз жақсылап қуырылды. Оны бір шетке қоямыз да фаршымызды қосамыз. Фаршымызды дәл солай қуырамыз. Фаршымызды қуырып алғаннан кейін барлығын бірге араластырып, тұзын, қара бұрышын және паприкасын қосамыз. Енді пештің астын өшіріп, укропын қосып араластырамыз. Енді бағанағы пюремізге тұзын, қара бұрышын қосамыз. Одан әрі бір жұмыртқаны қосып, қамыр илегенде илейміз. Енді пюремізге 2-3 ас қасық ұн қосамыз да тағы да илейміз. Әлгі пюремізден осылай
алып отырамыз да ішіне салмасын салып, құтты пирожкиді түйгендей түйіп, біраз ұнға аунатамыз. Осылай барлығын жасап шығасыздар. Ұнға аунатуды ұмыт кетпеңіздер, өйткені біраз пюре жабысқақ. Табамызды пешке қойып, 40 мл сұйық майымызды құямыз. Сұйық май қызғаннан кейін жаңағы жасаған тағамдарымызды алып, майда қуырып аламыз. Мінекей, тағамыз дайын болды. Бұл ерекше тағамымыз түскі асқа да және кешкі асқа да келе береді. Қасына осылай қаймақ немесе айран қойып ұсынсаңыздар болады. Сіздерге ас болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Және қоңырау белгісін басуды ұмытып кетпеңіздер. Көріскенше!